көрбей қалды, білбей қалды, ұқпай қалды деп WhatsApp'тан жазып қойғаныңыз, ертішіп барып қойғаныңыз, қылып қойғаныңыз зына іштердің кесепеті қияматта Аллах Тааланың қарына душар қылады, есеп қисаптың қату болушына себеп болады. Ең оору өкініштісі вадухулун нар, тозаққа кірішке себеп болады. Руя анна Муса алейхиссалату вассалам қал, Муса пайғамбар Аллах Таалаға қайрылып, я Раб, мә лиман зана, зына қылған адамға қандай жаза бересің деді. Муса пайғамбар Аллах Таала менен түз сөйлескен пайғамбар. О Раббим, зына қылған адамдарға қандай жаза бересің? Аллах Таала Әлбисуху дир'ан минан нар лау вудия аля джабалин шахикин ла асбаха рамадан. Аларға ушындай бір чепкен кигізем, бір тон кигізем, оттан болған. Егер ошол зына қылған адамға кигізген чепкен тон бийик бір мынау биздин тоолор сыяктуу тоолорго коюлса, ошол тооду секундада күлгө кумга айлантып коет дейт.